2021 жылдың 26 ақпаны күні тұңғыш президенттің тарих-мәдени орталығында Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың 175 жылдық мерейтойы аясында Теміртау мектептерінің жоғары сынып оқушылары мен кітапхана қызметкерлерінің қатысуымен бірлескен әдеби-танымдық іс-шара өткізілді. Жыр алыбы Жамбыл тақырыбында ұйымдастырылған жиын ұлтымыздың мақтанышына айналған қазақ ауыз әдебиетінің алыбы, жыр дүлдүлі, суырып салудың қас шебері, айтыскер ақын, жырау атамыздың 175 жылдығын ел көлемінде мерекелеу мақсатында орталықта 2021 жылы өткізілген көлемді шаралардың алғашқысы еді. Өскелең ұрпақты отанын сүюге, білімге, ғылымға, әдебиетке, өнерге баулуға және мемлекетшілдік рухты тәрбиелеуді мақсат еткен кештің шымылдығы жыр алыбы жайлы арнайы дайындалған бейнебаянмен ашылып, одан кейін сөз алған кітапхана қызметкерлері ғасыр жасап баянды ғұмыр кешкен, ұрпаққа баға жетпес мол мұра қалдырған Жамбыл Жабаев жайлы тағылымды баяндамалар жасады. Теміртау қалалық нөмірі 1 кітапхана филиалының кітапханашысы Ақмарал Шакетованың жыр алыбы Жамбыл атты ғылыми баяндама слайды өмір жолынан мол мағлұмат берсе, Нұрбану Байбатшаева кітап көрмесіне қазақ жырының қазынасы атты әдеби шолу жасады. Өз кезегінде мектептерден келген оқушылар тарихи тұлғаның таңдаулы өлеңдерін нақышына келтіре отырып оқыды. Есімде жоқ осы жыр, қайдан қалай алынған, мұны ұзындап даладан жырлаған ескен ежел маған. Бұл жырды мен естігем тағы құлжа үнінен, бұл жырды мен естігем бұлбұлдың тәтті күйінен. Бұл жырды мен естігем ер өтеген туралы, саңқылдап шыңның қыраны аңыз еткен күнінен. Бұл жырды мен естігем тулаған толқын дөңінен, бұл жырды мен естігем шебінен дала гүлінен. Тәлімі мол тұлғаның шығармашылық жолынан тағылым іздеп жүрген жастарда аз емес десек, солардың бірі Ғабиде Мұстафин атындағы нөмірі 5 мектептің 11 сынып оқушысы Әлихан Ерғали еді. Жамбыл бабасының жырларын жатқа айтатын, әрі өзде суырып салма айтыс ақыны ретінде көпшіліктің көзіне түсіп, жастар арасында өткен республикалық дүбірлі додаларда топ жарып жүрген талантты жас бұл кеште өз арнауын орындап, жырдан шашу шашты. Ақ жүректі ағалары да бар бұл елде, сүрінбеген өмірде соқпақтанып. Ақ сақалды аталар да бар бұл елде, баталар өрілер тақпақтанып. Ақ жаулықты аналардың арқасында елім деген ерлердің ақ баптадық. Ей ақ көңіл абыройлы ел аман бекен, абыройы тараған атырап қанық. Жақсылардың сипатын ау ақ қосатын, ассалаумағалейкум кім аппақ халық айбе. Іс-шара соңы қазақтың көмері атанған жыр алыбы Жамбыл Жабаев жайында ақын өлеңдері мен ғұмыр жолына байланысты нақты мәліметтерге сүйене отырып тартымды баяндама жасаған. Отты өлеңдерін оқыған барша қатысушыларға орталық атынан алғыс хаттар табыс етілді. Ата-баба дәстүрі бойынша көпшілік жастарға теміртаулық ақсақал Айтжан Искаков жарқын болашақ тілеп, алақанын жайып, батасын берді. Біздің теміртаулық ағайындар қашанда мықты болып қала бермек, себебі теміртаудай төрденсіңдер. Ей қонағын жауыр атпен қайтармайтын, киелі жауыр таудай төрденсіңдер. Бар қазаққа пана болған, ел басыға ең алғаш пана болған сендерсіңдер.